Сайтанның саудасы. Бірде Ғайса 10 қашыр мен 5 есекке жүк артқан ібілісті көрді. «Ей, ібіліс, қайда асықтың?» дедім. «Базарға», деді ібіліс. «Не апара жатырсың?» 10 қашыр мен 5 есекке артқан жүгім бар. Жүгің тым көп екен, сатып үлгересің бе? Менің тауарымның қаны жерге тамбай тұр, пышақ үстінен сатылып кетеді. Сонша қат болатындай не қылған зат ол? Бір есекке өтірік пен жалғанды арттым. Екінші есегіме айла мен қулық сұмдықты теңдедім. Үшінші есектің сандығында зорлық зомбылық жатыр. Енді біріне күншілдік артылған. Талтайып жүре алмай келе жатқан мына есегіме тәкаппарлық пен өзімшілдік тарттым. Менің ең тез сатылатын тауарым осылар. Ғайса күліп, бұлардың киер киім не ішер ас емес. Оларды кім алады, деді. Сенбесең бірге жүр, өз көзіңмен көресің, деді ібіліс. Екеуі базарға келді. Базардағы жұрт ібілістің керуенін тағатсыздана күтіп отыр екен. Ібіліс: «Базар әлі қызбапты. Қазір бұл базардың саудасын қайнатам», деді де тауарларын шығара бастады. Жұрт ең бірінші өтірікке бас салды. Ібіліс ақшаға батты да қалды. Екінші қанар да ашылды. Одан қулық сұмдық, мекерлік пен айла шықты. Алыпсатарлар таласып қалды. Кейбірі сол жерден шыға бере үстіне баға қосып қайта сатты. Ібіліс ақшаны қабына тоғыта берді. Күншілдік пен іштарлықты күтіп тұрған жұрт үшінші қанарға жабысты. Бұл тауарға көбіне абысын ажынымен, көрші қолаңмен, бақталас қатын қалаштар үйір екен. Олар да бағасына қарамады. Сұраған ақшасын лақтырып, тауарды талап алды. Әкім қаралар зорлық зомбылық салынған қаптарды қашан ашады деп күтіп тұр екен. Ібіліс қаптың аузын ашқанда, олар бірін бірі таптап кете жаздады. Ақшасын тіпті алтынмен төлеп, барлығын сатып алды. Ібіліс Ғайсаға қарап, «5-ші қапта ең қымбат тауар жатыр», деді. Ғайса: «Онда не бар?» деп сұрады. «Онда тәкаппарлық пен өзімшілдік жатыр». «Оны кім алады?» «Қуыс кеуде, сауатсыз, өмірде жолы болмаған дарынсыз, кеудесі надандар, осы тауардың құлы», деді. Дегенше 5-ші қапта ашылды. Тауар сыртқа шашылды. Кілең қуыс кеуде надандар лап берді. Тауардың бағасы сол жерде қымбаттап бара жатса да, алушы азаймады. Керісінше жетпей қалып, арты талас төбелеске ұласты. Мына сұмдықтан шошынған Ғайса: «Әй малғын, тауарың бітті ме?» деп дауыстап жіберді. Ібіліс: «Жоқ, 10 қашыр жүк әлі ашылған жоқ. Оны да күтіп отырған бір қауым ел бар», деді. «Онда не бар? Қазір көресің», деп қашырдағы жүгін түсірді. Онда бос сөз, дарақы күлкі, даңғаза той, мәнсіз әзіл, сауық сайран, өсек аяң, мақтаншақтық, ысырапшылдық, жағымпаздық, еріншектік, жалқаулық, салақтық бәрі толып жатыр екен. Әп-сәтте алушы жұрттың қарасы да көбейіп кезекке тұрды. Ғайса жағасын ұстап: «Ібіліс, сенің тауарыңа қызықпайтын адам бар ма?» деп сұрады. «Өкінішке орай ондайлар да бар», деді. Ғайса: «Кімдер?» «Жүрегі таза момындар. Мен оларды еш қызықтыра алмадым», деп күрсінді ібіліс. Ғайса базардағы жұрт үшін Құдайдан кешірім тіледі де жүрегі таза момындарды іздеп базардан шығып жүре берді. Өлі риза болмай, тірі байымайды. Бір күні Ғайса боланың жанынан өтіп бара жатып, қабірдегі әруақтарды көрді. Олар жиналып, жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір әруақ басы салбырап, көңілсіз отырды. Ғайса: «Сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалар бүгін шат жадыман отыр ғой», деді. Олардың ұрпақтары ата-аналарын есіне алып дұға жасады, садақа таратты. Мені ешкім есіне де алмады», деді. Ғайса: «Артыңда тұяқ қалып па еді?» деді. «Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ», деді. Ғайса ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған: «О дүниеде әкеңнің ахуалы нашар. Әкеңе дұға жасап, артынан садақа бер», деді. Ұлы:
шамам жетпейді, күн көрісім қиын деді. Бір амал жаса, ұлық Алла ниетке береді. Итке жуынды берсең де садақа ата, деп Ғайса кеңес берді. Ұлы садақа бермекке ниет етті. Ол сол күні кешке асханада қалған қиқым қалдық пен жуындыны жинады. Аулада жатқан қотыр итке тамақ берді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлыды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы аруақтарды тағы көрді. Бәрі шат жадыман екен. Ғайса бұрынғы аруаққа қарап, «Бауырым, жағдайың түзелді ме?» деді. «Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан Тәңірім маған риза болды. Мейірімді Алла менің де ақымды толтырып берді. Ұлыма дән ризамын» деді. Осыдан соң ұлының да ісі алға басып, жағдайы түзеліпті. Өлі риза болмай, тірі байымайды деген сөз осыдан қалған екен. Дұғаның шарапаты. Бір күні Ғайса келе жатып, жолдың жиегіндегі моланы көрді. «Уа жаратқан, бұл мола кімдікі?» деп сұрады. Жаббар Хақ: «Бір пақырдың моласы» деп жауап берді. «Мұның ақыреттік халі қалай?» «Тірісінде құлшылық пен сауаптан махрұм болған. Тек өлейін деп жатқанда калимаға тілі зорға келді. Апырай, онда жағдайы қиын шығар. Мен тірілтіп түрін көрсем болан ма?» деп рұқсат сұрады. «Рұқсат» деді Алла. Ғайса дұға қылып еді, өлік моладан тіріліп тұра келді. Қараса сымдай тартылған сымбатты көркем жігіт екен. Бетінен нұры тамып тұр. Ғайса түсінбей: «Уа жасаған, мына адамды құлшылық пен сауаптан махрұм болған сорлы деп едің. Мынаның бет әлпетінен пейіштің лебі есіп тұр ғой» деді. Сонда Алла тағала: «Бұл пақырдың моласы жол үстінде жатыр. Өмірде ғапыл болғанымен жанынан өткен кеткен адам дұға оқып бет сипайды. Жиі оқылған дұғалардың шарапаты оның жатқан жерін жайлетті. Жаның мен нұрыммен шомылдырды» деген екен.